Екеуара жалғыз ермектер болғасында ма, көкем мен мамам мені еркелей өсіріп, ер балаша тәрбиелеп. Балама ананың қызын алып берем, өй балама мынаның қызын алып берем деп, менің көзімше жұртқа құда түсетін де жатады. Қайран балалығым-ай, мен соған имандай сенуші едім. Мамам марқұм уайымшылдау болатын. Бастары қосыла қалған жерде өздерінің тұстастарына бұл дүниенің аяны бар ма? Осы бір қарғамды 14-іне еліктіріп, өз қолын өз аузына жеткізіп кетсе, арманым болмас еді-ау дейді. Сонда 14 емес екен бұл демекпін. Сөйтсем, ол кісілердің тұсындағы 14 біздің тұсымыздағы 14-тен өзгешелеу болады екен. Ол кісілердің 14-тіндегі ұл өз алдына бөлек тігілген ота үйдің дүңінде бір иесі екенді. Ал қыз 14-ін толтырғанда сол отаудың босағасына еніп, оның ошағының басына берекесі болып орнығып жатады екен. Қайран менің ақ мамам, ол арманына жетпей кетті марқұм. Жиналды халық, ішінде кәрі жас та бар. Беташар бітіп дегенде думан басталар. Ізетпен келіп, орнына сенің ақ мамам, отырып жаттау басқалар.